Ассаляму алейкум достар, сіздермен Айгүл Жасан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қазіргі кезде хит болып жатырған бенто торттың жасалу жолын көрсетемін. Ол үшін ең алдымен ыдысқа 3 жұмыртқа саламыз. Одан соң үстіне жарты шай қасық тұз қосып, екеуін жақсылап миксерлейміз. Одан соң қайтадан шекерді қосып, тағы да жақсылап миксерлеп аламыз. Торттың құрамына қажетті барлық ингредиенттерді видеоға және де видеоның астында описаниеде міндетті түрде жазып кетемін. Миксерлеп болғаннан кейін сүт, одан кейін өсімдік майын қосамыз. Және де барлығын жақсылап қайтадан миксерлеп аламыз. Одан соң ұнды електен өткізіп қосамыз. Бірден емес, бірнеше бөліктерге бөліп, миксерлеп отырып, қосып отырамыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін табамызға құйып 180 градуста қызып тұрған пеште 40-45 минут көлемінде пісіріп аламыз. Енді осы аралықта торттың кремін дайындайық. Ол үшін бізге сүзбелі ірімшік керек. Оның үстіне шекерді қосамыз. Одан соң екеуін кішкене араластырып аламыз да, одан кейін үстіне кілегей құямыз. Кілегейді құйғаннан кейін де аздап араластырып алып, содан кейін миксерлейміз. Крем дайын болғаннан кейін жартысын торттың сыртын әрлеуге алып қаламыз. Мен 250 грамдай алып қалдым. Ал кремге мен қатырылған таңқурай қостым. Ол өзіңіздің қалауыңызда, не болмаса құлпынай қоссаңыздар да болады. Таңқурайды блендердің көмегімен езіп алдым. Дайын болған бисквитімізді 3 бөлікке бөлеміз. Одан кейін видеода көрсетілгендей етіп, бисквит, одан кейін кремді жағып, одан кейін қайтадан келесі бисквитті салып, солай тортымызды жинайтын боламыз. Тортты жинап болғаннан кейін бірнеше сағатқа оны тоңазытқышқа салып алған дұрыс. Сол кезде сыртын әрлеген кезде торт өзінің формасын жақсы ұстайтын болады. Енді сыртын ақырындап әрлейміз. Видеода көрсетілгендей етіп, күрекшенің көмегімен, не болмаса сізде шпатель болса, шпательдің де көмегімен сыртын әрлейтін боламыз. Және де достар, міндетті түрде видеоны соңына дейін көріп, ұнаса лайк басып, пікір жазып, міндетті түрде каналыма тіркелуге ұмытпаңыздар. Сол кезде мен салған видеоларым ең алғашқы болып сіздерге көрінетін болады. Менің каналымда бұдан басқа да әртүрлі торттардың, тәттілердің, ыстық тағамдардың жасалу жолын көре аласыздар. Ал енді торттың ең беткі бөлігін өзіңіз қалауыңызша әрлесеңіз болады. Мен ішкі кремнен кішкене ғана алып қалып, осылай әдеміледім. Сіздер де міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін.